Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 10-шы сыныптар үшін қоғамдық гуманитарлық бағытқа арналған 3-ші тоқсандағы номер 1 металдар және бейметалдардың жалпы сипаттамасы бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде 1-ші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Металдар мен бейметалдардың қасиеттерін салыстырып, кестені толтырыңыз. Электр өткізгіштігі. Металдар бізде жақсы өткізеді. Бейметалдар нашар. Электрон беру немесе қабылдау. Металдар электрон береді, қысқаша жазайық. Бейметалдар бұлар қосып электрон қабылдайды. Тығыздығы. Металдар. Осы жерде тығыздығына келген кезде металдар тығыз болады. Бейметалдардың тығыздығы төмен. Енді балқу температурасы. Балқу температурасы әр элементтікі әрқалай болады. Металдардікі көбінесе жоғары. Балқу температурасы жоғары. Қиын балқиды. Бірақ кейбір элементтер бар, яғни литий сияқты өте жеңіл металл, балқу температурасы да қолдың несінде еріп кете салады. Бейметалдар бізде оңай балқиды, бірақ бейметалдардың ішінде де 1-2 бейметал бар, кәдімгідей не істейді. Мысалы, алмасы өте қиын балқитын бейметал болып саналады, бірақ бірен-саран ғана. Төмен деп жазайын. Енді химиялық белсенділігі. Химиялық белсенділігі бұлар электрон береді және тотықсыздандырғыш. Химиялық белсенді және тотықсыздандырғыш. Тотықсыздандырғыш. Бейметалдар бұлар тотықтырғыш болып келеді. Себебі бұлар электронды өзіне алады. Келесі тапсырма реакция теңдеулерін жазыңыз. Және теңестіруді қажет етеді. Алюминийде оттекті қосу арқылы алюминий 2, O3-ті аламыз. Теңестіреміз 2, 4, оттектің орнына 3 қоямыз. Алюминий 2, O3-ке алынған затқа тұзғыш қылын қосамыз. Сонда бізде алюминий хлор 3, H2, O түзіледі. Мына жерге 2, 6, мына жерге 3 түседі. Келесі алюминий хлор 3-ті алып алдық біз. Енді осыған натрий гидроксидін қосайық. Сонда бізде алюминий OH3, натрий хлориді түзіледі. Мына жерге 3. Келесі Б тапсырмасы. Бұл жерде көміртектен оттекті қосу арқылы CO аламыз, теңестіреміз, моноксидті. CO-ға оттекті қосу арқылы CO2 аламыз. 2 және 2. CO2-ге
суды қосайық. H2CO3 түзіледі. Келесі тапсырма сөйлемдерді толықтырыңыз. Темір қасиетке ие, сондықтан ол саласында кең қолданылады. Құрылыс саласында көп қолданылады. Құрылыс. Темір қасиетке ие, магнитке тартылады. Магнитке тартылу қасиетіне ие. Мыс бізде жақсы өткізгіш. Жақсы өткізгіш. Сондықтан оны электр сым жасау үшін пайдаланады. Күкірт бейметалл элементке жатады және көбінесе тыңайтқыш өндірісіне қолданылады. Тыңайтқыш. Келесі тапсырма суретке қара. Тотығу процесі себебін түсіндіріңіз, реакция теңдеуін жазыңыз. Реакция теңдеуі феррум плюс O2 тең феррум 2O3 теңестіреміз 2, 4 және 3. Тотығу себебі бұл жерде оттек және ылғал. Суретте қарасаңыздар, тотығу процесі таттанып кеткен. Енді қоршаған ортаға әсері, яғни металл. Бұзылады. Қоршаған орта ластанады. Келесі тапсырма бізде тұжырымның дұрыс бұрысын анықта. Натрий белсенді металл. Дұрыс. Оттек металл. Жоқ, оттек бізде бейметалл. Темір қан құрамына кіреді. Дұрыс. Йод қалқанша безге қажет. Әрине. Да. 2-3 дұрыс, 1 бұрыс екен. Келесі тапсырма элементтердің период және топ бойынша орналасуына қарай металдық қасиетінің өзгеруін анықтап кестеге жазыңыз. Натрий бізде 3-ші период, 1-ші топ, металл. Магний 3-ші период, 2-ші топ, магний металл. Хлор бізде 3-ші периодта тоже. Бірақ ол 17-ші топ немесе 7-ші топ десеңіздер де болады. Ол бізде бейметалл. Бұдан тұжырым, яғни металдық қасиет әлсіреп, бейметалдық қасиет артады. Келесі тапсырма реакция теңдеуін жазыңыз. Цинк хлор 2 және сутек газы теңестіреміз. Алюминий OH3 және мына жерде бөлінбейді, кешіріңіздер. Бұл жерде натрий алюминатын жазайық. Натрий алюминий O2 қосылған сутек газы бөлінеді. Так, тек мына жаққа 2. S қосу O2 тең SO2. Келесі тапсырма заттардың табиғатта кездесетін орындарымен сәйкестендіріңіз. Натрий хлориді бізде тұзды көл теңізде 1,
В. 2 феррум 2O3 темір кенінде 2 С. 3 кальций карбонаты бұл әктас және бор мәрмәрді 3 А.